Қаламызда және облыста мектеп оқушыларын кәсіптік бағдарлауға бағытталған Қадам Лайф жаңа жобасы басталды. Жобаның негізгі мақсаты жұмысшы мамандықтарымен таныстыру, практикалық дағдыларын дамыту және мамандық таңдауда көмектесу. Бүгін іс-шара номері 36 орта мектепте өтті. Бұл жерде Ақтөбе құрылыс техникалық колледжі студенттері өз жобаларын мектеп оқушыларына көрсетті. Ақтөбеде оқушыларға кәсіби бағдар беруге арналған Қадам Лайф жобасы басталды. Жоба бойынша колледж оқытушылары мектептерде түрлі мамандықтар бойынша көрсету сабақтарын өткізетін болады. Облыстық Қадам Лайф кәсіби бағдар беру жобасы негізгі басты мақсаты жұмысшы мамандықтарын дәріптеу, мектеп оқушыларын, жасөспірімдерді, яғни қазіргі таңда жұмысшы мамандықтармен таныстыру және олардың мамандық таңдауына қолдау көрсету. Негізгі жоба аясында бұл қаңтар айында жоспар құрылды. Жоспарға сәйкес кесте құрылды. Яғни қазіргі таңда барлық өңірдегі колледждердің мектептерге баратын кестесі құрылды. Осы кестеге сәйкес барлық облысымыздағы колледждер мектептерде осындай кәсіби бағдар жұмыстарын жүргізуде. Ұйымдастырушылардың айтуынша Қадам Лайф жобасы мектеп оқушыларына жұмысшы мамандықтарына қызығушылық танытуға, практикалық дағдыларды игеруге және мектептер мен колледждер арасында байланыс орнатуға көмектеседі. Бұл көрмеде әртүрлі құрал жабдықтар, техникалық құрал жабдықтар көрсетіліп, солармен қалай жұмыс жасау керек, олардың дағдыларды қалай үйрету керек балаларға, сол жағынан мәлімет беріп таныстырамыз. Және бұл жерде біздер сварка дейміз, газбен дәнекерлеу, соның ішінде автоматтандырылған түрі, қолмен жасалатын газбен дәнекерлеу туралы мағлұмат бере отырып, кәдімгідей біздің мамандарымыз соны көрсетеді. Оқушылар колледждерде қолданылатын жабдықтармен және оқу материалдарымен танысуға, сондай-ақ түрлі салалардың тәжірибелі мамандары өткізетін шеберлік класстарға және кездесулерге қатысуға мүмкіндік алады. Мен таңдаған мамандығым техник механик мамандығы өзіме ұнайды. Ол дәнекерлеу мамандығын бірнеше түрін үйретеді. Электрдоғал дәнекерлеу, жартылай автоматты, аргонды дәнекерлеу жұмыстары. Жоба 93 мамандық, 137 біліктілік бойынша 250 мектеп пен 8 мыңға жуық оқушыны қамтиды. Сонымен қатар облыстың шалғайдағы ауылдарында да кәсіптік бағдарлау іс-шараларын өткізу жоспарлануда. Қарлығаш Шаумитова, Влад Рагушов, тәулік.